Еркін есімді жігіт ауылдың шетінде тұратын қарапайым отбасынан шыққан еді. Ол бала күнінен мейірімді, адал болғанымен өзіне деген сенімі аз еді. Ауыл адамдары оны жақсы көретін, бірақ ештеңеге тәуекел ете алмайды деп жиі айтатын. Еркін бұл сөздерге мән бермегендей көрінгенімен іштей өзін әлсіз сезінетін. Ауылдың шетінде ескі қараусыз қалған үй болатын. Жұрт бұл үй туралы түрлі аңыздар айтатын. Біреулер онда елес бар десе, енді біреулер оны қарғысатқан жер деп санайтын. Бірақ шын мәнінде ешкім ол үйге кіріп көрмеген еді. Балалар ойнап жүріп, сол үйдің маңынан өтсе де, тым-тырыс болып бір-біріне жабысып жүретін. Бір күні ауылда ерекше дүрбелең болды. 5 жасар аяулым есімді кішкентай қыз жоғалып кеткен. Ол үйінен алысқа шықпайтын, әрдайым ата-анасының жанында жүретін. Бірақ сол күні анасы бір сәтке қараусыз қалдырып, қызын таба алмай қалады. Барлық ауыл адамдары жиналып, оны іздеуге шығады. Әрбір бұрыш, әрбір орман іші тексеріледі, бірақ қыздың ізі де жоқ. Еркін де іздеуге қосылды. Ол аяулымды жақсы көретін, әр кез оның тәтті күлкісін көргенде жүрегі елжірейтін. Іздеу түнге дейін жалғасты. Шаршаған ауыл адамдары бірте-бірте үміттерін үзіп, үйлеріне қайтты. Бірақ Еркін тоқтаған жоқ. Оның ойына кенет қараусыз үй түсті. Ауыл адамдары ол жаққа барудан қорқатын, бірақ аяулым дәл сол жаққа баруы мүмкін деген ой оны мазалай берді. Қолына шам алып, Еркін әлгі үйге беттеді. Қараңғы түнде ол үйдің шатыры әлдеқашан құлаған. Қабырғалары қисайып қалған үй күйде тұр. Ішке кіргенде ауаны шаң мен ылғал иісі басып тұрды. Үй іші тым-тырыс еді. Тек еден тақтайлары Еркіннің әр қадамына сықырлай үн қатып жатты. Ол әр бұрышты тексеріп, қызды шақыра бастады. «Аяулым, қайдасың?» Ешкім жауап бермеді. Бірақ бір сәтте әлсіз жылаған дыбыс құлағына естілді. Еркін дыбыс шыққан жаққа қарай жүгірді. Бір бұрышта еден астындағы қақпаққа көзі түсті. Жүрегі тарсылдап, қорқыныш бойын билегенімен ол қақпақты ашты. Төменде, қараңғы жертөледе кішкентай аяулым бүрісіп отыр екен. Қызды көрген сәтте Еркіннің жүрегі жылап сала берді. «Қорықпа, кішкентайым, мен сені алып кетемін», деді ол күлімдеп. Қызды көтеріп алып шыққан соң, аяулым Еркінге қарап, «Мен ойыншық қуаламақшы болдым, бірақ мына жерге түсіп кеттім. Сіз мені құтқардыңыз», деді. Еркін қызды үйіне аман есен жеткізгенде бүкіл ауыл оны батырдай қарсы алды. Ол туралы қауесеттер әп-сәтте жоқ болды. Адамдар енді оны қорқақ емес, нағыз батыл адам деп бағалады. Бұл оқиға Еркіннің өзіне деген сенімін оятып, өмірін өзгертті. Кейін ауыл адамдары қараусыз үйді толық жөндеп, оны балаларға арналған шағын орталыққа айналдырды. Ал Еркін үшін сол бір түн тек батылдықты ғана емес, шынайы мейірімділіктің қаншалықты маңызды екенін ұққан сәт болды. Аяулым мен Еркіннің достығы өмір бойына жалғасты. Еркін үшін бұл оқиға қорқынышты жеңіп, өзіне сенудің қандай үлкен сый әкелетінін дәлелдеген ерекше сәт болды.